Қайырлы күн. Назарларыңызда Астана қаласы коммуникациялар қызметінің онлайн баспасөз мәслихаты. Добрый день. Мы начинаем онлайн брифинг пресс-центра службы коммуникации города Астаны. Бүгінгі брифингтің тақырыбы жеке тұлғалардың банкроттық рәсімінің ерекшеліктері туралы болмақ. Құрметті брифингке қатысушылар, сұрақтарыңыз болса, орталықтың әлеуметтік желідегі Instagram, Facebook парақшаларына өз сұрақтарыңызды жолдай аласыздар. Бүгінгі брифингтің спикері Исабек Зауытбекұлы, Астана қаласы бойынша мемлекеттік кірістер департаментінің берешектермен жұмыс басқармасының басшысы. Құрметті Исабек Зауытбекұлы, сөз кезегі өзіңізде. Мархабат. Рахмет. Қайырлы күн, құрметті брифингке қатысушылар. Бүгінгі біз тақырыбымыз жеке тұлғалардың банкроттық рәсімі туралы тақырыпта әңгімелесетін боламыз. Әрине өздеріңіз білетіндей, 23 жылдың 3 наурызынан бастап елімізде банкроттық рәсімге өтініштер қабылдана бастады. Осы бүгінгі күнге дейін Астана қаласы бойынша өтініштер түскен саны 4383 өтініштер келіп түсті. Соның ішінде 473 өтініш бойынша банкроттық рәсім аяқталып, ол кісілердің жаңағы қарыз сомалары кешірілді. 473-тен басқа бізде 3282 өтініш қаралу барысында бас тартылды. 28 өтініш бойынша өтініш берушілер өз тарапынан кері қайтарылды. Және де бүгінгі күнде 600 өтініш бізді заң департаментіміздің аясында қаралуда. Енді осы біздің жалпы банкроттық рәсімнің жеке тұлғалар бойынша түрлеріне тоқталып кетсек, рұқсат етсеңіздер, ол 3 түрі бар. Соттан тыс банкроттық рәсім, соттық банкроттық рәсім және төлем қабілеттілігін қалпына келтіру рәсімі болып саналады. Бірінші, ол соттан тыс банкроттық рәсім тек қана банктер алдында және де микроқаржы ұйымдар алдында, сондай-ақ коллекторлық агенттіктер алдындағы қарыздар болып саналады. Және де әрине бұған шарттар қойылған. Осы шарттарға тоқтала кетсек, ол біріншіден борышкердің қарыз сомасы 1600 айлық есептік көрсеткіштен аспауы тиіс. Ол дәлірек айтқанда 5 миллион 520 мың теңгеден аспауы қажет. Екіншіден, ол соңғы 12 ай ішінде қарыздары төленбеуі тиіс. Үшіншіден, қандай да бір мүліктің және де бір ортақ мүліктің болмауы міндетті түрде. Және төртіншіден, банктермен реттеу шаралары жүргізілуі тиіс. Енді бұл шарттарға қатысы жоқ, осы шарттардан бөлек сәйкес келмесе де қолданылатын ерекше жағдайлар қарастырылған. Ол егер соңғы 6 ай ішінде қандай да бір әлеуметтік көмек алып жатқан кісілер болса, сондай-ақ егер қарыз сомасы соңғы 5 жылдан аса төленбеген азаматтар осы соттан тыс банкроттық рәсімін қолданыла алады. Соттан тыс банкроттық рәсім жалпы электрондық үкімет порталында басталады. Электрондық үкімет порталы арқылы өтініш беруге болады. Бірінші жағдайда ол 15 күннің ішінде азаматқа бірінші жауап қайтарылады. Сіздің тарапыңызда банкроттық рәсім қолданылады, не қолданылмайды. Егер қолданылатын болса, ол мерзімі 6 ай жүреді. Біз оны заң бойынша уәкілетті орган ол мемлекеттік кірістер комитеті, оның ішінде біз жаңағы жергілікті уәкілетті орган мемлекеттік кірістер департамент болып саналамыз. 6 ай жаңағы өтініштерді қараймыз. Әрине бірінші өтініш қарау барысында жалпы автоматты түрде қазір бәрі жасалған, және де одан кейін біз тағы да автоматты түрде тексеріп ары қарай қорытынды шығарамыз. Екінші түрі ол соттық банкроттық рәсім. Соттық банкроттық рәсім кішкене айырмашылықтары бар. Ол сотқа жүгінеді. Дәлірек айтқанда ауданаралық азаматтық сотқа өтініш бере алады. Ол бізде қосымша мәлімет ретінде Гайдар Әлиев атындағы көше 6-шы үй болып саналады. Ол жерге немесе электрондық түрде, немесе қағаз тасығышта өтініш білдіре алады. Тағы да бұл негізгі соттық банкроттықтағы ол
қарыз деңгейі сомасы жаңағы банктер, алдында айтқан коллекторлық агенттіктер, микроқаржы ұйымдар алдында қарыз сомасы 1600 айлық есептік көрсеткіштен көбірек болса, және де басқа да қарыздар бойынша өтініш білдіре алады. Соттық банкроттықта егер мүлікте қандай да бір мүлкі болса, сол мүлік болған жағдайда да соттық банкроттыққа өтініш білдіре алады. Негізі соттық банкроттық, жалпы айтқан кезде соттық банкроттықтың міндеті, өзінің алға қойған мақсаты ол кредиторлардың барынша талаптарын орындау болып келеді, қанағаттандыру. Әрине қалай қанағаттандыру мүмкін? Бұл жағдайда егер мүлкі болса, мүлкін сол банкроттық рәсімде мүлікті сату барысында, сол мүлікті сату барысында қалған қарызын жауып, қалған сомасын немесе өзіне қайтарып беріледі, немесе қалмаған жағдайда қалған сомасы кешірілуге жатады. Жалпы соттық банкроттық рәсімінде енді мүлік деп жатырмыз ғой, көбінесе азаматтардың уайымдайтыны ол жалғыз баспана. Әрине бұл жалғыз баспана жөнінде де қарастырылған заң басында. Жалғыз баспана егер ол банктердің алдында кепілге қойылған болса, микроқаржы ұйымдарының алдында кепілдікке қойылған мүлікті әрине кредиторлар оған талап етуге құқылы. Егер де жалғыз баспана ешқандай кепілдікте болмаса, ол баспанаға ешқандай заң бойынша жаңағыдай алып қою немесе сату деген сияқты қарастырылмаған. Сондықтан бұл жайында уайымдамай қойса болады. Әрине соттық банкроттық рәсімде біздегі оны қаржылық басқарушылар жүргізеді. Жаңағыдай әрине азаматтарға бүгінгі күнде заң жағынан көмек керек қой. Заң жағынан көмек барысында ол сотқа банкроттық рәсімдікке бергеннен кейін қаржылық басқарушылар жаңағыдай өздері толық қаржылық мониторинг жүргізеді. Қаржылық мониторинг жүргізу барысында сотқа өздерінің жаңағыдай бұл кісі банкроттыққа жатады немесе соттық банкроттыққа жатпайды деген сияқты өзінің жаңағы ойларын анықтап білдіріп, және соған қорытынды береді. Енді қосымша ол қаржылық басқарушыны кімдер атқара алады? Әрине қаржылық басқарушыны өзінің тізімі бар. Ол тізімге мемлекеттік кірістер комитетіне жаңағыдай өтініш білдіреді. Өтініш білдіре алатын кісілер ол қазіргі біздің бұрыннан бері келе жатқан банкроттық рәсімдегі заңды тұлғалар мен жеке кәсіпкерлердегі әкімшілер бере алады, және аудиторлар бере алады, кәсіби бухгалтерлер бере алады, және заң кеңесшілер бере алады. Соттық барлық борышкерлер жаңағы қаржы басқарушының жалпы қаржы басқарушылардың оларға кімнің есебінен жалақысы төленеді десек, әрине біріншіден ол өтініш берушінің атынан жалақысы төленеді. Егер өтініш беріп жатқан кісінің жағдайы оған келмесе, әлеуметтік осал топ бар бізде, әлеуметтік осал топтарға сол кісілердің атынан мемлекет өзі жаңағыдай жалақысын төлеп береді. Енді келесі біздегі үшінші рәсім ол төлем қабілеттігін қалпына келтіру. Жалпы төлем қабілеттігін қалпына келтіру біздің де және мемлекетіміздің кеңес беретін осы төлем қабілеттігін қалпына келтіру. Ол 5 жылға дейін уақыттың ішінде төлем қабілеттігін қалпына келтіруге болады. Мысалға айтқанда әртүрлі жағдай бар ғой. 200 000 теңге айлық алды дейік, азамат мысалға бір мысал келтіретін болсақ, банктер жаңағы сот орындаушылар арқылы 200 000 теңгенің жалақысының 100 000 теңгесін ай сайын егер жаңағы банктерден шешіп алып қойып отырса, бұл айтқан кезде 100 000 теңге отбасы бар, бала шағасы бар кісілерге әрине оңай емес оны жеткізу. Алған несиенің уақыты айтарлық 1 жыл ішінде төлеп біту керек. Ол кісілер өтініш білдіре алады сотқа. Мен осы жаңағыдай қарыз сомасын 5 жылдың ішінде төлесем,
өзі жаңа кестеге сәйкес өзі кесте ұсынады қаржылық басқарушымен. Сол кестеде ай сайын 20 мың немесе 30 мың теңгеден мен төлесем 5 жыл ішінде құтыламын деген сияқты. Әрине сот қарап, ол екі жаққа да тиімді деп ойлаймыз. Өйткені жай банкроттық рәсімнен ол жай банкроттық рәсімде ол әрине бір жағынан кредиторлардың сомасы, кредиторлар өздерінің талаптарын қанағаттандыра алмай қалады. Екінші жағынан әрине ол жеке тұлға өзінің былай айтқан кезде қарыздар кешірілгенмен оның салдары бар ғой, сол салдарына түсіп қалады. Сол себептен біздің де және кеңес беретініміз төлем қабілеттілігін қалпына келтіру екі жаққа да тиімді деген мақсатпен. Төлем қабілеттілігін қалпына келтіру тағы да былай айтқан кезде заңға қарсы қайшы келмесе барлық жолдармен оған мүмкіндік бар. Немесе былай айтқан кезде қымбатырақ пәтері болса, үйі болса, оны мен жаңағыдай сатып, оны арзанырегін алып, солай қарызымды өтеймін. Немесе қымбатырақ көлігі болса, соны сатып, басқасын кішкене арзанырегін аламын деген сияқты. Осындай әртүрлі жаңағыдай заңды түрде төлем қабілеттілігін қалпына келтіруге болады. Жалпы енді айтып жатқанымыз осы төлем қабілетті қалпына келтіру, ол банкрот деген мәртебе берілмейді жеке тұлғаларға. Банкрот деген мәртебе егер берілген жағдай, ол бірінші соттан тыс банкроттық рәсім, және сот банкроттық рәсімде банкрот деген мәртебе беріледі. Банкрот деген мәртебе ол өзінің салдары бар. Соңғы банкроттық рәсім аяқталғаннан кейін 5 жылдың ішінде ешқандай несие ала алмайды, және де кепілгер бола алмайды. Және де тағы да банкроттық рәсім аяқталғаннан 7 жылдың ішінде банкроттық рәсімге жүгіне алмайды. Үшіншіден, ол банкроттық рәсім аяқталғаннан кейін 3 жылдың ішінде қаржылық мониторинг дейді. Қаржылық мониторинг деп болады. Қаржылық мониторинг ол қандай да бір жаңағыдай әл-ауқаты жақсарып, егерден өзінің аттарына мүліктер тіркеліп жатса, және де басқандай табыстар, ақшалай табыстар түсіп жатқан жағдайда, ол банкроттық рәсімді қайта біз жойып, орнына қарыз сомасын заң бойынша қойылып, банктер деп жатырмыз, басқа да кредиторлар ары қарай өздерінің талаптарын сот орындаушылар арқылы өндіруге мүмкіндіктер бар. Сол себептен көбінесе жаңағыдай біздің беретін кеңесіміз ол соттан тыс жаңағыдай төлем қабілеттілігін қалпына келтіру. Енді әрине бұл біз банкроттық рәсім түрлерін біз жылдың басынан бері қаңтар айынан бастап түсіндіру жұмыстарын жүргізе бастадық. Наурыз айынан бастап нақты күнделікті жаңағыдай жүргізіп отырдық. Енді бүгінгі күнде бізде туындаған кішкене жаңағыдай қиындықтар болып жатыр. Сол көбінесе жеке тұлғалардың жаңағыдай кездесіп отқан мәселелерін тоқталып кетсек, ол мен жаңағыдай айтып кеткендей 3282 банкроттық рәсім бойынша кері қайтарылды өтініштері. Көбінесе себептері бұл кісілердің 12 ай ішінде жаңа 365 күннің ішінде көбінесе төлем ақылары бар болып жатыр. Немесе төлем ақылары өздері төлеген, немесе жаңағыдай сот орындаушылар арқылы төлем ақылары жаңағыдай өздерінің қаражат түскен, есеп шоттарына түскеннен алынған сомалар бар. Сондықтан жаңағы көбінесе осы себеппен, былай айтқанда, жобалап айтқанда бір 95-96% осы себептен көбінесе біз өтініштерді алудан бас тартуға мәжбүр болып отырмыз. Екіншіден, жалпы реттеу, жаңа біз айтып кеттік қой, соттан тыс банкроттық рәсіміне жүгіну үшін реттеу шараларын жүргізу керек деп. Реттеу шараларын жүргізу үшін көп азаматтар реттеу шаралары жалпы не екенін әлі түсіне бермейтін кісілер бар, немесе түсінбеген кісілер бар. Реттеу шараларын жүргізу үшін ол әрине жаңағы кез келген азамат банкроттыққа жүгіну үшін өздері бірденен қарызды алып, оны төлемей, бір жылдан аса төлемей барып реттеу шараларын жүргізбей бірденен банкроттыққа берсе, әрине ол ешқандай шара қолданбаған ол азамат. Бізге ол заңда қарастырған қандай да бір мүмкіндік жасады ма ол төлеуге, адал төлеуге тырысты ма деген сұрақтар туындайды. Ол сұрақтар туындаған кезде банкке және микроқаржы ұйымдарына
бір өтінішпен өтінім жазды ма деген сұрақ туындайды да. Ол кісілер жаңағыдай жазып көру керек. Егер 2 жылға алған несиесі болса, оның мерзімін ұзартуға, немесе қандай да бір сомасын кешірім сұрауына, немесе жаңағыдай өсімпұлды тоқтатуға. Былай айтқан кезде қандай да бір жағдай жасады ма, және оған банк қандай жауап берді. Сол ол реттеу қағаз болып саналады. Өздерінің жаңағыдай жазған хаттар керек бізге, және де банктың жауап керек. Әрине, банктер немесе микроқаржы ұйымдары жауап бермеуі мүмкін. Ондай жағдайда жауап бермеген кезде бізге жаңағыдай электронды жіберілген хаттары немесе жауабы жоқ болса да құжаттары қажет. Осы реттеу құжаты болып саналады. Негізі қарыз пайда болғаннан бастап төлей алмаған жағдай болса, азаматтарға соңғы 18 айдың ішінде жаңағыдай реттеу шараларын заң бойынша жасау қажет. Келесі тағы да бір көбінесе қазір туындап жатқан мәселе ол әрине бізде жалпы бізде заңда қарастырылған ол мүліктің бар жоғы, немесе жаңағыдай ортақ мүліктің күйеумен жаңағыдай ерлі зайыптылар дейміз ғой, ерлі зайыптылардың арасында қандай да бір мүлік бар ма, және де ерлі зайыптыларының ері берген кезде зайыбының несі керек, келісімі керек. Жаңағыдай бізге электрондық үкіметке берген кезде, өтініш берген кезде. Сол жерде көбінесе ерлі зайыптылар соттың шешімімен ажырасып кеткендер шығып жатыр. Бірақ бізде электрондық үкімет базасында былай айтқан кезде әлі ол жаңартылмаған, өзгертілмеген. Немесе сол себептен осы 2019 жылға дейін, егер ондай жағдай болса, ажырасқан соттың шешімі болса, ол бойынша халыққа қызмет көрсету орталықтарына барып, жаңағыдай тіркеу қажет болады. Екіншіден, егер 2019 жылдан кейін болса, Ахаж орталықтарына барып, ол орталық бізде Иманова көшесі, Астана қаласының 20-шы үйде орналасқан, сол жерге барып, жаңағы мәліметті жаңартып қоюға болады. Әрине, тағы да айтып кететін жайт ол, біріншіден өтініш беретін алдында микрокредиттік бюро бар. Бізде сол бюродан тексеріп алған дұрыс болады. Былай айтқанда, жеке тұлғалардың көптеген, мысалға бір немесе одан да көп болуы мүмкін, несие қарыз алған жерлері. Сол жердің бәрін тексеріп көру керек. Бәрі жазылған ба, жазылмаған ба, сомасы дұрыс па, соны бір тексеріп ала салған дұрыс болады. Қайтып жаңағыдай өтініштері кері қайтарылмас үшін. Жалпы осы енді банкроттық, жеке тұлғаның банкроттық рәсімі бізде мемлекетімізде халықтың хал-ауқатын, жаңағыдай әлеуметтік жағдайын жақсарту барысында, және де кішкене егер қиын жағдай болған кісілерді жаңадан өмірді бастауға осындай кеңеспен заң, кішкене көмек ретінде заң шығарылып отыр. Бірақ біздің беретін кеңесіміз ол банкроттыққа жүгінгеннен бөлек төлем қабілетін қалпына келтіру, үшінші түріне жүгіну. Банкроттық рәсімнің өзінің салдары бар. Өзінің салдары, жаңағыдай салдарын айтып кеттік. Одан бөлек, егер де әдейі банкроттыққа жеткізетін шаралар қолданса, оған айыппұлдарымыз бар. Заңда қарастырылған. Сол себептен жаңағыдай банкроттыққа дейінгі шараларды қолданғандарыңыз дұрыс болды. Сол шараларды қолданып отқан кезде қазір көп кредиторлар, бұл айтқан кезде көптеген жағдай келісімін беріп жатыр, ыңғайлы жағдай жасап жатыр. Қандай да сұрақтарыңыз болса, біздің 1414 байланыс нөмірі бар, сол нөмір арқылы хабарлассаңыздар болады. Рахмет. Құрметті Исабек Зауытбекұлы, баяндамаңызға рахмет. Сұрақ-жауап кезеңіне өтетін боламыз. Сонымен бірінші сұрақ: жауапкершілігі шектеулі серіктестік үлесі мүлік болып табылады ма? Иә, жауапкершілігі шектеулі серіктестің жаңағыдай мүлік болып саналады. Ол көбінесе азаматтар кезінде болуы мүмкін, жауапкершілігі шектеулі серіктестіктерге тұрып, немесе жаңағыдай құрылтайшысы болып тұрады.
кейіннен жұмыс жасамауы мүмкін, бірақ әрине ол құрылтайшысы болып тұрған кезде белгілі бір сомалар бар, сол сомасы бәрі мүлік болып саналады. Жауабыңызға рахмет. Келесі сұрақ: банкроттық және төлем қабілеттілігін қалпына келтіру процедуралар қанша уақытқа созылады? Жалпы бізде үш түріне келіп тоқтасақ та, бірінші түрі ол соттан тыс банкроттық рәсімі 6 ай болып саналады, өтініш қабылданған күннен бастап. Екінші түрі ол соттан тыс соттық банкроттық рәсім, ол соттық банкроттық рәсім тағы да 6 ай болып саналады, бірақ егер соған сәйкес жағдай қандай да бір мүліктік және де бір шешілмеген жағдай болса, мүлікке байланысты, соны сатуға байланысты соттық банкроттық рәсімі тағы 6 айға созылуға жағдай құқығы бар. Үшінші түрі ол соттық төлем қабілеттілігін қалпына келтіру. Төлем қабілеттілігін қалпына келтіру ол 5 жылға дейін болып саналады мерзімі. Следующий вопрос: сможет ли гражданин подать на банкротство при наличии имущества? Да, конечно, может подать на граждане, которые имеют задолженность, также и при наличии имущества. В этом случае здесь подпадает два категории по видам. Это получается судебное банкротство и восстановление платежеспособности. Данные лица по этим критериям только могут подавать заявление. Также хотели бы, данные только что и на русском языке рассказать, если есть время. Уақыт шектеулі, сондықтан жақсы. Бізге келіп түскен сұрақтар осы. Біз бүгінгі онлайн баспасөз мәслихатын аяқтаймыз. Спасибо за внимание. Мы на этом завершаем наш онлайн брифинг. Амандықта жүздескенше. Сау болыңыздар.